Дадяхау, сәлем достар. Бүгін біз HSK бірінші кітаптың 10-шы сабағын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақ тақырыбы 我能做什么? 我 мен ның. Ның бұл бізде рұқсат сұрау деп аударылады. Рұқсат беру. Дзо отыру. Жүр мұнда. Ма бұл бізде сұрақ жасауға арналған қосымша сөз, иә? Сонда 我能坐这吗? Мен мұнда отыра аламын ба? Енді суретке назар аударайық. Астындағы сөздерді төбедегі суреттермен сәйкестендіруіміз қажет. Бірінші сөз 工作. 工作 ол жұмыс. Жұмыс жасау. Бұл бізде F, иә? Екінші сөз 看书. Біз бұл сөзді бұдан алдын өткенбіз. Kan көру, иә? Шу кітап. Яғни каншу кітап оқу. Каншу. Бұл бізде C. Үшінші. Дзо ол отыру. Бұл жерде отыру B. Төртінші. Чуодзы бұл үстел. Сонда A болады, иә? Окей. Бесінші. Деннау ол компьютер. Сонда D. Алтыншы. Баба, мама. Баба, әке, алдың сабақ өттік. Х бұл бізде және деген сөз. Және. Мама ол ана. Яғни баба, мама ол әке мен ана. Әке және ана. Бұл жерде әке мен ана И, иә? Окей. Сонымен бұл аяқталады. Енді жаңа сөзге назар аударайық. Бүгінгі жаңа сөз алдыңғы айтылып кетілген чуодзы. Айтылғандай үстел деп аударылады. Үстел. Екінші сөз шаң. Шаң ол бізде үстінде деп аударылады. Үстінде. Шаң, үстінде. Келесі сөз деннау. Ол бізде компьютер. Келесі сөз Х ол және деп аударылады. Бын ол бізде алдыңғы сабақта біз сандық сөзді өттік, иә? Г деген. Ол осы сияқты сөз. Бірақ біз осы бынды тек қана кітапта қолданамыз. Шумен бірге жүретін санақ сөз болып есептеледі. Мысалға айтқан кезде біз айттық, иә, что Г қолданылады, любойсына кете береді, иә? Ал коу ол отбасы адамдарына қолданылады. Коу. Бізде коу мынау. Г мынау, иә? Г ол общий кете береді. Коу ол бізде отбасы мүшелеріне кетеді. Ал мынау бын ол бізде кітапта қолданылады. Хорошо? Кітап. Келесі сөз ол бізде ли. Ли ол ішінде деген сөз. Ішінде. Окей, давайте енді текстке назар аударайық. Так. 桌子上有什么? 桌子 үстел, 上 үстінде, 有 бір нәрсе болу, бар болу, иә? 有 бір нәрсенің бар болуы. 什么 ол не деген сөз, иә? Яғни 桌子上有什么? Үстел үстінде не бар, иә? Үстел үстінде не бар?
桌子上有一个电话和一本书。桌子 üstel上 üstünde有 бар игі мына г ол сандық сөзіміз г деннау компьютер яғни бір штук компьютер сонда болады игі деннау хорошо игі деннау егер екі штук компьютер деп айтатын болсақ арғы деннау яғни бізде саннан кейін біздің сандық сөзіміз тұру керек иә арғы деннау игі деннау х және ибір шу и бір бін айттық бұл да сандық сөз штук деп аударылады былайша айтқанда шу кітап яғни бұл сандық сөз мынау бін ол кітаптың алдында тұратын сөз бұл г сияқты бірақ кітапқа арналған сөзі яғни ибір шу бір штук кітап бір кітап екі кітап болады арбір шу екі штук кітап окей 桌子上有一个电脑和一本书 үстел үстінде бар бір штук компьютер және бір штук кітап штук деп бүйтіп айтпай-ақ қойсақ та болады бір кітап және бір компьютер деп тұр Beide Beide бұл бізде бокал иә бокал дай ол бір нәрсенің орналасқан жерін білдіреді сонда болады бізде Beide нар ол қайда деп тұр яғни бокал қайда дай орналасқанын білдіреді окей сонда бокал қайда тұр бокал қайда Beide在桌子里Beide бокал在орналасу桌子里үстел ли ішінде иә үстелдің ішінде орналасқан окей енді общий бір оқып көрейік 桌子上有什么桌子上有一个电脑和一本书杯子在哪儿杯子在桌子里окей давайте енді екінші текстке назар аударайық екінші текстің жаңа сөздері чәнмен ол бізде алдында екінші сөз 后面ол артында окей мынау ванфан ол адам аты және сюэфэн тоже адамның аты так 前面那个人叫什么名字前面ол бізде алдында на деген анау нагырын ана адам деп тұр Дяу ол ат иә звать аталу шымы не миңзі есім яғни алдындағы ана адамның аты қандай деп тұр чәнмен алдында нагы анау нагырын ана адам дяу аталады шымы миңзі қалай яғни алдыңдағы адамның аты кім иә дяу шымы миңзі 大叫晚饭在医院工作 та қызға айтылатын версиясы иә та ол дяу аталады ванфан яғни оның аты ванфан та дяу ванфан在医院工作 在орналасқан жерін айтады иә июэн алдыңғы сабақ өттік аурухана деген мағынаны береді гуңзо жұмыс жасау яғни ауруханада жұмыс жасайды тадяу ванфан цай июэн гуңзо оның есімі ванфан
ауруханада жұмыс жасайды. 后面那个人呢？他叫什么名字？后面артта, я, артыңда. 那个人呢？那个人ана адам, я, 那个 анау адам. Яғни артыңдағы ана адам ны алдыңғы сабақ өттік. Сұрақ қойған кезде бұл бізде ше деген мағынаны білдіреді. Сен ше, мысалы, нені, сен ше, ол ше, таны, сол сияқты. Яғни мына жерде 后面那个人呢 артыңдағы адам ше. 他叫什么名字？他 ол 叫 аталады 什么名字 қалай, 什么не名字ат. Яғни оның есімі қандай? Так, мына жердегі та, бұл жерде қызға айтылған та, я? Ал мына жердегі та, ол балаға айтылған та. Иероглифтер өзгеше. Қыздікі мынандай иероглиф болса біріншісі, баланыкі мынандай иероглиф. Окей? Екеуінің разницасы. Бірақ екеуінің оқылуы да, естілуі де бірдей. 他叫薛鹏，在商间工作。他叫 та ол 叫 аталады 薛鹏 在бір нәрсе орналасу, я? 商间工作 商间ол магазин, 工作жұмыс жасау, яғни магазинде жұмыс жасайды. Оның есімі Шепің, магазинде жұмыс жасайды. Давайте енді толық оқып кетейік. 前面那个人叫什么名字？他叫王芳，在医院工作。后面那个人呢？他叫什么名字？他叫薛鹏，在商间工作。Ал енді үшінші текстке назар аударайық. Үшінші текст. Жаңа сөздері жүр, мұнда, осында, анда. 没有 有, міне, иероглиф有, бұл бізде бар болу деген мағына білдіреді. Ал осының негатив, яғни болымсыз түрін жасағымыз келсе, алдына мей деген мына иероглифті қосамыз. Сонда болады 没有 ол жоқ деген болады. Яғни болмау. 能 ол бір нәрсеге рұқсат болуы, бір нәрсе жасай алуы, сонда білдіреді. 能 做 ол отыру. Окей, давайте енді текстке назар аударайық. 这有人吗？这 мұнда 有 бар, 人吗 адам, ма ол сұрақ қойған кезде қолданылатын сөз. Яғни мұнда адам бар ма? 这有人吗？没有 жоқ деп тұр. 有 бар болу, 没有 жоқ болу. 我能坐这吗？我 мен 能 отыра алу, рұқсат болу. 坐 бұл отыру. Сонда 能坐 отыруға рұқсат болу. 这吗 мұнда. Яғни 我能坐这吗? Мен мұнда отыра аламын ба? Отырсам болады ма деп тұр. 我能坐这吗? Болады ма? 能осындай. Сұрау, рұқсат сұрау. 我能坐这吗? Отыруға болады ма? 请坐болады деп тұр. Отырыңыз. 请, пожалуйста, өтініш, дзо отырыңыз. Яғни отырыңыз деген мағынаны білдіреді. Сөйлемді толық оқитын болсақ, 这有人吗？没有。我能坐这吗？请坐。Окей. Давайте енді грамматикаға назар аударайық. Бізде yo ол бізде бір нәрсенің бар болуындығын білдіреді. Мысалға айтатын болсақ,
桌子下面有一个小猫. Яғни үстелдің шамен астында бар бір мысық. Үстел астында бір мысық бар. Бұл жерде бар болу осы яу. Хорошо? Екінші, 学校里. 学校里. 学校мектеп, ли ішінде. Мынау ли ол іші деген сөз. Яғни 学校里мектеп ішінде бар 一个商店. 一个 бір штук 商店магазин, бір штук дүкен. Яғни мектеп ішінде бар бір штук дүкен. Обязательно мына г-ні қосамыз, штук. Сандық сөзді қосамыз. Түсінікті ғой, яғни бұл бізде бір нәрсенің бар екендігін көрсетеді. Негатив сөйлем жасаған кезде біз просто мейяу дейміз. Алдына жаңадегі мей деген иероглифті қосамыз, сонда болады мейяу. Окей. Мысалға айтқан кезде 学校里没有商店. Мектеп ішінде мейяу, жоқ, дүкен, 商店. Сонда мектеп ішінде дүкен жоқ деп тұр, Яғни бізде ол бір нәрсенің бар болуы, мейяу бір нәрсенің жоқ болуы. Жоқ деген сөз. Келесі сөз ол х. Х ол бізде және деген мағынаны білдіреді. Х бұл бізде екі немесе көп элементтерді бір-бірімен қосуға көмектеседі. Мысалға айтқан кезде 我有一个中国朋友和一个美国朋友. 我有 менде бар болу, 我有 менде бар 一个бір штук 中国人 中国朋友 中国朋友ол 中国 中国ол қытайлық, Қытай, 朋友 дос. Яғни менде бір штук қытайлық дос бар. Яғни менде Қытайдан бір досым бар дейді. Х ол бізде және 一个美国朋友. Және бір америкалық досым бар. Яғни мына жердегі х, мына екі информацияны қосып тұр. Қытайлық дос пен америкалық досым бар. Осы екі информацияны қосып тұр. Менде бар 我有一个中国朋友和一个美国朋友. Окей? Мысалға тағы 我家有 менің отбасымда бар 3口人. 3 3 口人 адам. Мына жердегі kou бұл сандық сөз, Мына жердегі г сияқты. Бірақ отбасы мүшелеріне біз осы кouды қолданамыз. 3口人 3 адам. 3 штук адам, Менің отбасымда 3 адам бар. Баба, әке, мама, ана, х және о, мен. Яғни менің отбасымда 3 адам бар. Әке, ана және мен. Окей, түсінікті ғой, Келесі ол бізде ның. Ның ол бір нәрсені жасай алу. Бұл көбінесе етістіктің алдында тұрады. Сұрау сөйлемдерде мамен бірге жүреді. Ма бұл бізде сұрақ қоюға көмектесетін сөз болып есептеледі. Окей, мысалға айтқан кезде 明天, ертең, 下午, түстен кейін, 我, мен, ның, жасай алу,去, бару, 商店, магазинге. Яғни ертең мен түстен соң магазинге бараламын. Ның, бір
бір нәрсені жасай алу, бір нәрсені рұқсат алу. Ни, сен, ның, рұқсат алу, жасай алу. Цай, местоположенияға. Жыр, мұнда. Се, ниді, меңзі, ма. Се ол бізде жазу. Ниді, сенің, меңзі, атыңды. Яғни, сен мұнда өз атыңды жаза аласың ба? Ныңмен кетеді. Бір нәрсеге рұқсат сұрау, я? Мына жерде сұраулы сөйлемде мына ның тұр, етістіктің алдында, мынау сенің алдында тұр. Және арқада ма тұр. Түсінікті ма? Яғни сен жасай аласың ба мына жерде өзіңнің есіміңді. Келесі сөйлем мен, ның, жасай алу, рұқсат. Цо, отыру, жырма. Яғни мен мұнда отыра аламын ба? Рұқсат сұрап тұрмыз, я? Отыра аламын ба? Бұл жерде ның тұр, және мынау ма тұр. Я? Ның етістіктің алдында тұр. Етістік бұл жерде бізде дзо, отыру, я? Не істеу, отыру. Окей. Сонда бізде ныңның значениясы қандай екен? Ның бұл бізде бір нәрсе істей алу, мүмкіндігі болу, рұқсат етілу деген мағыналар береді. Айттығы, ныңды қолдану үшін сөйлемде бірінші біз бастауышты қоямыз, одан кейін осы ныңды қоямыз, одан кейін етістікті қоямыз. Етістіктің алдында тұрады. Мысалға айтқан кезде айтыңдаршы. Қалай айтамыз? Мен қытайша сөйлей аламын. Мен қытайша сөйлей аламын. Бұны айту үшін бірінші біз subject бастауыш, яғни менді аударамыз. О, ның, оның, шуохану. Оның шуохану. Окей? О, бастауыш. Ның ол бізде етістіктің алдында тұрады, бір нәрсені жасай алу, бір нәрсеге рұқсат болу. Етістігіміз ол сөйлеу. Қытайша. Егер сұрақ болатын болса, дәл осы формат, просто мына етістіктің арқасында бізде ма тұрады. Мынау ма тұрады. Окей? Мынаны біз аламыз да мына жерге қойып қоямыз. Окей? Және де біз бұны мүмкіндікті айтқан кезде айтамыз. Мысалы, мынау бірінші сөйлемде біз айттық, ертең түстен кейін мен дүкенге бара аламын. Баруым мүмкін, я, бара аламын. Окей. Кейінгі бізде чин. Чин ол бізде бұйрықты сөздермен қалай қолданамыз. Бұйрық сөйлемде біреуге бұйрық беру, өтіну, шақыру немесе ұсыныс айту үшін қолданылады. Қытай тілінде чин сөзі бұйрықты сөйлемдерде сыпайы етіп айтады. Өтініш деген сияқты. Өтінемін, қош келдіңіз деген мағыналарды береді. Құрылымына келетін болсақ, біз бірінші сөйлемнің басына осы чинді қосамыз, одан кейін етістік, етістік қосып, кейін қалған сөздерді қосамыз. Мысалға айтқан кезде мұны өтінем отырыңыз, қалай болады мұны? Чинзо, өтінемін, чин, отыру, цо. Өтінемін, кітап оқыңыз. Бірінші не қыламыз? Бірінші чинді қоямыз, чин, одан кейін етістік оқу, кан, одан кейін барып кітап, шу. Чин, кан, шу. Өтінем, кітап оқыңыз. Окей? Яғни чин ол бізде бұйрық райға кетеді. Бұйрық райдың polite, яғни более сыпайы версиясы. Хорошо? Чин. Давайте енді мыналарға аударып көрейік. Дианал. Дианал ол компьютер. Цай орналасқан.
nar. Қайда? Яғни, компьютер қайда орналасқан? Окей. Одан кейін, шу цай нар. Шу кітап, цай орналасқан. Нар қайда? Яғни, кітап қайда? Окей? 桌子里面有什么？桌子үстел, 里面, ли айттық, ли ол бізде іш деген сөз. Ли мен ішінде,有бар, 什么 не, яғни үстел ішінде не бар? 哪个人吃晚饭？哪个 анау рын адам шы болу ваңфаң. Яғни, ана адам ваңфаң ба деп тұр, шы болу являться. 那个人是血崩. 那个 анау рын адам шы болу血崩. Яғни, ана адам血崩ба. Окей. Түсінікті ғой, яғни бізде йоу ол бір нәрсе болу, мейоу ол бір нәрсенің болмауы, яғни йоудың болымсыз версиясы мейоу. Х ол және деген аударманы береді, ның ол бір нәрсенің рұқсат алу немесе болуы мүмкін екендігін айту. Сондайды түсіндіреді. Және чин ол бізде өтініш деген мағына береді. Бұл бізде бұйрық райға жататын сөз. Сонымен, осымен сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.